жақсылығыңа сүйеніп, жамандығыңа күйінетін адам керек, шынымен. Сенің дүниең үшін, ақырет үшін баса ұратын адам керек жаныңда. Қалғанның бәрі не? Қалған бәрі бос қалады. Шында сондай адам керек саған. Шында солай керек. Абу Бакр радиаллаху анху халифа болған бірінші күні мінберге көтеріп, білесіздер ме не деген? Мен сендердің ең жақсыларың емеспін деген. Бірақ Құдай қалап, осылай мен сендерге халифа болдым. Егер мені жақсылықта көрсеңдер, маған жәрдем беріңдер. Жақсы істің үстінде жүргенімді көрсеңдер. Жаман істе жүргенімді көрсеңдер, мені түзетіңдер. Омар радиаллаху анху құтбаға шығып, халифа болған кезде дәл сол сөзді айтқан. Жақсы істе болса маған көмектесіңдер, жамандықтан болса мені қайтарыңдар деп. Бір бәдеуи шығып не деген? Қылышын суырып не деген? Сенің орныңа қойып қоямыз керек болса деген. Омар да не деген? Құдайға шүкір бар екен ғой. Мені жөнге салатын адам.